OneFit идеясы сізге қалай келді және оның шығу тарихын айтып кетсеңіздер. Компания жасайық деген кезде екеуміздің сұрақ болған жоқ. Бір классикалық аш стартапқа келмейсіздер ғой. OneFitті сен залға келіп түсіндірсең, ол түсінбейді біріншіден. Оның жұмысына араласпаймыз. Ол бастық, ол бізден жақсы біледі деген сияқты. Қалай сіздер бір шешім қабылдайсыздар бесеуіңіздер? Бізде андай принцип бар, бәрі бір келісімге келмесе, біз столдан тұрмаймыз. Олар бізге оценка 10 миллион берді. Қазір сонда OneFit қанша мемлекетте бар? Қазақстан, Өзбекстан, Азербайжан. Мексикада, Малайзияда қалай болып жатыр? Ең сәтті жаңағы запуск дейміз ғой. Инвестдала by EA Group. Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен бірге тағы да Инвестдала подкасты. Бұл подкастта қазақ тілінде, оңай тілде, оңай түрде стартаптар, IT және жалпы қазақтың фаундерлар туралы историялар жалғастырамыз. Бүгінгі подкасттың шығатын күні жаңа жылға дәл келіп тұр. Сондықтан бүгінгі келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келесі жыл табысты болсын бәрімізге және жылдан жылға алдымызға қойған мақсаттарымызға жете берейік. Және де осы бір подкасттың негізгі идеясы Қазақстанда IT немесе даму жолын дәріптеу. Және бүгінгі подкасттың біздің қонақтарымыз OneFit стартапының негізін құраушылары, 5 құраушының 2-і Мейір Әділжанов және Асқар Ақшабаев. Бүгінгі келгендеріңізге рахмет. Жалпы идеямыз осындай. Менің ойымша ең басында сіздердің өздеріңіз оқиғаларын айтып кетсеңіздер. Біріншіден қош келдіңіздер. Рахмет. Менің атым Асқар. Біз қай жақтан бастайық? Жалпы мысалы мен де неғып тұрайын сіздерді. Ең бірінші өзіңіздің қай елдің жердің тумасысыз, қай жерде оқыдыңыз? Жақсы, мен Шымкентте туылғам, бірақ 6 жасымда Талдықорған қаласына көшіп, сол жерде өскен. Университетке түскенге шейін Талдықорғанда тұрдым. 2004-те оқуға КБТУ-ға түстік. 2008-де КБТУ-дың бакалавриатын, 2009-да магистратурасын, 2012-де докторантурасын бітірген. Содан бері 2007-тен бастап КБТУ-да сабақ бердім, және параллельно аутсорс компания бір Мейір екеуміз жасайтынбыз. 2007-тен бастап 2022-ге шейін КБТУ-да сабақ бердім, профессор, факультет информационных технологий. Ол жылдары есінде болса Фуатбей, басында 2007-лерде сол Фуатбей келіп, біз 3-ші курста үлкен курстарды 1-ші курсқа несте жерді, сабақ беретіндей. Содан бері басталып кетті. И үзіліссіз 2022-ге шейін сабақ бердім. Қазір 2022-ден біраз уақытым болмай, қазір OneFitпен кішкене пауза қойдық оны. Керемет. Жалпы Фуатбейдің Қазақстандағы нелері көп деп ойлаймын. Шәкірттері және үлесі жалпы IT. Мен білген жоқ, шыны керек. Керемет. Сіздің оқиғаңыз, сіздің историяңыз қалай болды? Рахмет Әділбек, шақырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Мен атым Мейір, Семей қаласында туылған, Ақсуат деген жерде өскем. Біраз уақыт кейін әр жерде оқыдым, Алматыда да оқыдым, бірақ көбінесе оңтүстік Қазақстан облысында, Түлкібас деген ауданда. Сол жерде мектеп бітіргем. Содан кейін 2005 жылы КБТУ-ға түстім. Сол КБТУ-ға түскен кезде осы Асқармен таныстық. Универде ACM деген үйірме болған, жаңағы олимпиадаға бағдарламадан олимпиадаға дайындалу. Сол жерде бәріміз танысып, дос болып, араласып, алғаш 2009-да бірінші стартапымызды былай айтсақ болады, қаладық, Ferrologic деген. Ол кезде бірнеше жігітпіз. Содан бері мен де бір кездері КБТУ-да сабақ берген кездер болды, бірақ негізгі мақсат Асқар екеуміз бір стартап жасағымыз келген. Сол 2009-дан бастап. Соның бір сәттісі осы OneFit болған шығар. Осыдан мысалы бір жақсы бір тақырып шығады. Қазір 2024-те мысалы стартап ашу оңай. Оңай демеймін енді. Бірақ көп мағлұмат бар. Жалпы жолы бәріне белгілі. Мысалы барасың, астана хабқа тіркейсің, немесе бір инкубаторда өтесің, одан кейін жалпы венчурный фондтар бар. Бір қалай айтсам, көрінетін бір жол
әрине ол қиыны бар, бірақ 2009 жылы сіздер стартап ашқызғыларыңыз келді. Ол кезде мысалы стартап емес, бір бизнес деп айтайық. Сол жылдардың бір несі қалай болды, атмосферасы, именно бір бірдеңе ашу, IT саласында ашу? Енді бұл жерде қалай айтсам болады, иә, өте дұрыс. Аналогия келтіретін болсақ, мысалы фанк дейміз ғой, Facebook, Google, ол жерге түсу, жұмысқа тұру, сол біздің уақытымызда ол да бір қиын бір нәрсе болған. Мысалы алғаш сол жерге жұмысқа тұрған жігіттер танимыз өзіміз. Олар жаңағы алғашқы жолды қалады. Осылай дайындаласың, осындай сұрақтарға осылай жауап бересің, осынша есеп шығарасың, болды, сен жұмысқа тұрып тұрсың. Сол сияқты ол кезде IT стартап жасау өте тоже ешкім жүріп көрмеген жол болды. Әр жігіттер, жаңағы көбінесе көбітетін жігіттер болды ол кезде. Бір нәрсе жасағылары келіп, энтузиазм дейміз ғой. Сондаймен бір нәрсе жасағылары келіп жүрді. Бірақ біз жаңағы енді программистер өзі болмысы интроверт. Неге жоқ онда сөйлеуге, бір нәрсе сатуға. Біз жаңағы 10 жігіт па, сол кезде 12 жігіт па есімде жоқ. Бірігіп, жаңағы бизнес бастайық деп шештік. Біздің кемшілігіміз жаңағы интровертпіз бәріміз. Мықты заттар жасадық, енді шыны керек, YouTube-ті да жасадық, Gmail-ді да жасадық, енді сол кездегі. Бірақ біз сатамаймыз оны. Жасауын жасап алдық та, бірақ жаңағы келіссөздерге келсек, біз жаңағы өзіміздің позициямызды дұрыс жеткізе алмаймыз да, сол үшін біраз қиындықтар болды. Ол сіздің ойыңызша жалпы Қазақстанның, Центральный Азияның проблемасы деп ойлаймайсыз ба, андай сата алмау, оны бір айтсам ақш-та мен білетінім, әрбір бір кішкентай бір шешім болса да оны жаңағы бір безендіріп, бір нақты қылып. Қазақстанда менің білуімше, мысалы, біраз шешімдер кезінде өткір шешімдер, там өзінің несі жеңгеніне жетпеді, себебі жаңағы сатылмау немесе сату механизм білмеу. Жалпы ол бір не ғой енді, бір сол кезеңнің бір несі ауыршылығы деп ойлаймын енді. Ол кезде сата алатын адамдар болған шығар, бізде просто бәрі технарберт, бәрі интроверт, андай барып сөйлесіп сата алатын адам болған жоқ та, бәрі қазірге былай қарасақ, сол кезде команданың көбісі жаңағы Facebook, Google-да жұмыс жасайды, Amazon-да, Microsoft-та жұмыс жасайды. Сатылатын адам болған жоқ. То есть біздің бір Firmlogic деген компания құрғанда NIF50K деген сол кезде бір конкурста болатын. Енді стартап $50,000 бірінші орын алсаң, сон біз интерактивный доскасыз сондай құрғанбыз. Жаңағы математический немен мықты балдар бар, солардың арқасында жаңағы инфракрасный лучты қабылдап, сон бүкіл жаңағы 1 миллион, сол кезде 1 миллион где-то тұратын интерактивный доска бүкіл школдарға қойылып жатыр. Біз где-то соны 50,000 теңге үшін түсірдік. Бірақ ол кезде бірінші проблема, уже тендерлар өтіп қойған, бүкіл школдар сол жаңағы ананы тақтан алады. Екінші проблема, бізде выход жоқ. То есть біз бір жаққа қойын десек, иә, бір министерство жаңағы образованияға кіріп, сатылатын керекті есіктер, қай есікке кіруді білмейсіздер ол кезде. Сол кезде мықты проект болды, $50,000 ұтып алдық, сол где-то бір жылдай сонымен жұмыс жасадық. Бірақ ол жүрмеді ары қарай. Опыт болмағандықтан. Сонда 20 есе бағаны арзандатып тұрсыздар. Арзандаттық. Ол инновациялық зат болды. Тағы да бір мысал келтіре аламын, толықтырсам. Мысалы бізге заказ келеді ғой, проект. Біз оны қалай есептеу керек, солай айтамыз. Мысалы, мынаған біз осынша сағат жұмсаймыз, значит ол $20,000 тұрады. Саталатын адам оны $100,000 сататын деді да негізінде. Иә. Мысалы, клиент үшін де былай ғой, мысалы, келесің жаңағы жас балалар, енді сол кезде жас балалар, шешімді $20,000 істеп береміз, там 3 аптада дейді. Барасың үлкен бір компания, мысалы. И олар айтады, бұны біз $200,000 істейміз. Бір айда бітеді, там 2 айда бітеді, бірақ и ана клиентте бір алдамшы ой болады. Так, иә, мына жерде мына балалар походу арзан что-то айтып тұр. Давай мен 200,000-ге берейін деп. Сондай бір парадокс бар сияқты. Жалпы қазірдің өзінде адам өзіміз бір СТО-ға барған кезде бір қайтсам болады, бір Талғат деген бір СТОшникке тұрса, мысалы, сен бүйтіп қарайсың ғой, $20,000 теңге, бір күшті сервис, $500,000 күшті және пакет жасайды, мысалы 6 айлық гарантия деп, мысалы соған барады. Сол сияқты, мне кажется, ол кезде жаңағы
менің өзімде де сондай бір не болған. Біз кезінде жаңағы Қызылорда қаласында өзімнің сыныптастарыммен біз бір шешім жасағанбыз. Ол кезде керемет IT емес біз жаңағы, бірақ Тикетонның несі жеңіл түрі. Telegram бот сияқты бір система ол кезде. Просто сол жаққа заявка бересің и там резерв билет. Соны біз келеміз де акиматқа айтамыз, осындай сіздер не үшін жаңағы қымбат ақша бересіздер разработкаға, не қолданыңыздар. Біз айтқанбыз, қанша тұрады дейді, біз білмейміз, мен бағасын білмейміз, біз тұрамыз да 300 мың теңге дейміз. Ол тұрады қойсыңдар ма? Біз 10 миллион алып жатырмыз бұны. Сендерге бүйтіп обесценивать етпеңдер, барыңдар деп уже шешілді. Сол сияқты бір проблема. Мен мысалы мына жерде бір байқап қалдым, сіз 2009-да айттыңыздар жаңағы фанкқа түсу бір қиын болды. Ол кезде жол жоқ. Мысалы Google-ға түсу ол бір мақсат алдың. Бәрі көбісінің сен КПТ бітірдің, сен мысалы жақсы айтишниксің, жақсы математиксің, олимпиадниксің. Сен түсінде сенің ойың, мақсатың сол фанкқа жұмысқа тұру. Қазіргі кезеңде ол уже глобальная цель емес көбісінде, бір өткінші фанқа жұмыс істеу, одан кейін қазіргі бір цель стартап ашып, стартапты бірінші инвестиция алу. Қазір цель экзит жаймен деп басталып жатыр. Осыдан пайда алып келесі этап. Енді келесі кезең менің ойымша уже стартап жай ғана ашу ол уже қызық емес, ол уже келесі этап оны үлкендік ғалами бір компания жасау деген халықаралық деңгейге шығып, мысалы продукты тек қазақстанда сату емес, и ол бір өзінің естественный бір процесс деп ойлаймын, табиғи процесс, что Қазақстан бір өзінің несін өтіп келе жатыр. Мысалы мен өзім айтишник емеспін, бірақ айтишниктердің де бір не бар ғой, мысалы мне кажется КБТУ-да сондай бар, үлкен жаңағы поколение, үлкен бір жастар, мысалы олар өздерінің кішілеріне жолын салып кетеді, үйретіп кетеді. Мысалы қалай түсу керек, бір хинттерін, мысалы бір адам 100 есікке кіріп бір 2 есігін тапса, значит ол айтады, мынандай 98 есікке кірмей ақ қой, вот мына екеуіне барасың. Сол сияқты сіздер мысалы қазір өтіп келе жатсыздар. Енді жаймендеп мысалы OneFit-тің шешіміне біз келейік. Сіздер бір компания аштыңыздар бірге 2009 жылдары. Одан кейін жалпы Қазақстан нарығында болдыңыздар ма, немесе неге кеттіңіздер? Болдық. 2009-да біз постоянно бір нәрсе жасайтынбыз, бір стартаптар. Мысалға 2012 жылдары Салам World деген неде стартаптап жұмыс жасадық. Бірақ ол жерде біз шақырды сояққа жұмыс жасауға. Біз Салам World андай социальный сеть, мұсылмандарға социальный сеть. Соның головной офистары Турцияда болды, по-моему, соның 8 мемлекетке, бірақ разработкасын осы Қазақстанда жасадық. Бірақ ол жерде де болмады, жабылып қалды. Сосын 2013-те біз IOI-KZ деген стартап жасадық. Біз өзіміз олимпиадаға дайындаған, көп дайындайды біз олимпиадаға. 2004-тен бастап мектеп оқушыларын международный олимпиадаға дайындап. Соның бәрін Мейір, Нұржан, Бакибаев. Сол үшеуміз онлайн форматқа ауыстырып, жаңағы есептерін автоматтан тексеретін бүкіл системаны жаздық. Тоже рынок дайын болған жоқ. Жаңағы сатып алатын механизмдер болған жоқ, ол кезде Каспи деген сияқты жоқ. Ол заман андай болды, жаңағы Coursera, Udemy, соларын енді бүйтіп ақшта шығып дамып жатқан кез болды. И Қазақстан әлі оған ерте болды да, біз күшті система жасап шығардық негізінде. Өзінің таймингін таппаған стартаптар ма? Жалпы рахмет оқиғаларыңызға. Менің көріп тұрғаным бұл жерде история. Жас балалар, жасөспірімдер студент кезінде бір жүректегі бір мақсат пен арманмен қуалап, жаңағы стартап бастап, компания бастап, ол болмаса да тағы да бастап, жалпы экспертизаны жылдан жылға жинап келдіңіздер. Менің сұрағым келесі, қазіргі OneFit идеясы сіздерге қалай келді, және оның шығу тарихын айтып кетсеңіздер? Біз қалай танысқанымызды бірінші айтсақ, сол 2005-терден бастап Мейірмен таныспыз. Сол 2009-2009-ларда компания ашып бірге жұмыс жасаймыз. 2014-те Мұрат бізге заказчик болып келеді. Біз аутсорс компаниямыз ғой. Ол заказчик болып келеді, бір проектпен келеді. Сол проектті біз жасай бастаймыз Мейірмен. Оны где-то тоже бір жарты жылдай жасап, сосын тағы бір проект Мұратпен жасаймыз. И жақсы дос боламыз. 2017 жылы бірге компания
бірдей немен фаундерлар болып бірге жұмыс жасағымыз келді. Сол 17 жылы Codebusters деген компанияны құрамыз. Ол кезде сол уақытта Мереймен таныстық, или одан кішкене бұрын Мереймен таныстық. Алдында таныстық. Оның алдында таныстық. Сосын Абзал деген бала, ол тоже КБТУ-ды бітірген, 16 жылы бітірген, менің студентім болған. Сонда оны да Codebusters-қа жұмысқа алдық. 2017-тен 18-ге дейін аутсорс проекттер жасаймыз, заказға. Көп проекттер, банктармен жұмыс жасаймыз. И 2018-де бір крупный проект, оларда финансирование тоқталып қалады, и бізге берген жобаны тоқтатып тастайды. Сол кезде бізде бір 20 программисттей бос қалады. Не істейміз? 2017-нің өзінде құрғанда тек қана аутсорс емес, бір проект жасаймыз деп өзіміз келіскенбіз. Сол 2018-дің где-то апрельде бастадық. Апрельде примерно қандай проект жасаймыз деп ойладық. Сол OneFit Мұраттың идеясы. Мынандай неде қарадым, мировой рынокта қарадым деді, класс-пас деген бар, потом российский рынокта бар екен сондай. И өзіне сондай тоже ұнаған проекттердің бірі, қалай жұмыс жасайтын, соны жасап көрейік дедік. И майда разработканы бастап кеттік. Жаңағы 6 адамды бізде ол кезде коттедж система етеміз. Бөлек бір комната жасадық та, OneFit-ері бөлек. Соларды бөлек басқа ештеңкемен айналыспайды. 6 адамды екінші этажға бір комнатаға не істеп, сол жерде разработка жасадық. И в принципе где-то бір айдың ішінде полностью бітірдік бірінші MVP версиясын. И 8 июльда запускның күні деп аталады. До этого в принципе бітірдік. Біз біраз ресерч жасадық. Мейір, UX, UI там сұрақтарды құратын, бүкіл бәріміз неге барып, көшеге барып, кафелерге барып, мынандай проект болса қалай екен, қолданасыз ба, қанша ақша төлей аласыз деген сияқты көп ресерч жасадық. Сосын бірінші версиясын жасағанда где-то 5-6 уже зал бар, 5-6 или 15 шақты зал бар ма. Сол залдарды қосқан тоже бір не қиын болған. Біз бір мошенник сияқты қарайтын, қалай жұмыс жасайтын олар. Рынокта жоқ ондай нәрсе. Сол әйтеуір бір 15 залды қосып, и мен КБТУ-дан бір қанша бір өзімнің чатым болатын студенттермен. Сол жерде бір 100 или 500 адам, 100 шақты адамды сол бесплатный абонемент берді, бета-тест. Нелер үйренсін, залдар үйренсін, и қандай бір қателер шықса соларды не істейміз деп. Сол 2018 июльда основной запуск болады, бірінші төлем өткен. И содан бері жасап келатырмыз жұмыс. Бір-екі қосатын зат бар. Жаңағы Мұратпен танысқан кезде 2014 жылы біз Асқар екеуміз контрастты көрдік. Біз екеуміз интровертпіз, проект технический жағынан жасай аламыз, бірақ сатамаймыз. Мұрат біздің қасымызда мықты сататын деген. И 17 жылы жаңа Мұрат екеумізге келіп компания жасайық деген кезде екеумізден сұрақ болған жоқ. Жасайық па, жасамайық па, өйткені біз түсіндік. Синергия көріп тұрсыз. Үлкен біздегі жаңағы гэпті Мұрат жауап тұрған. И біз жаңағы біз технический жағын алсақ, Мұрат сату жағын алса, онда бір сәтті бірдеңе шығады деген ой болды. Сөйтіп 17 жылы Codebusters деген компанияны негізін қалап бастап кеттік. Екінші қосатын нәрсе ол бір үлкен проект финансирование тоқтап қалған кезде біз былайша айтқан кезде аш болып қалдық. Жаңағы көбісі айтады, Стив Джобс та басқа да аш болыңдар деп. И сол жаңағы аштық сені итермелейді да. Сен бір идеялар генерировать ете бастайсың, қазір енді ақша жоқ, бірдеңе істеу керек деген сияқты. И сол жаңағы сол да бір себеп болды да. Тез-тез идея генерировать етіп, соны тез-тез көріп, жаңағы OneFit-ке дейін бір қызық проект болған. GetContacts деген кезінде соның аналогын жасап, кейін оның атын Путинға өзгертіп, сондай қызық. Путин деген. Ол кезде ең 200 миллиондай скачивание болды. Хайлоуд. Бізде ең бір хайлоуд проекттердің бірі болды, бірақ андай моральдық жағынан кішкене ұнаған жоқ өзімізге. Сол үшін ол стартаппен байыған дұрыс емес шығар деп ойладық та, жауап тастадық ол проект. Сондай бір-екі қызық кездер болды. Енді маған қызығы, мысалы сіздер енді бір Codebusters компаниясының атынан бір проект ретінде бастадыңыздар OneFit, дұрыс па?
иә pet project десе иә болады pet ғой. project өздеріңіздің. И получается одан бөлек там 2-3 проект болды ғой. Аутсорс бізде мысалы 20 адам көп болды, 20-25 адам, соның 6-ын бөлек Бірақ классикалық аш стартапқа келмейсіздер ғой. Сіздерде одан бөлек аутсорс болса. Жоқ, былай ғой. Сол кезде жаңағы проект, біз жаңағы тоқтап қалған проект, бізді где-то 8 ай кормить ететін проект. Сол кезде біз өте қиналдық, кредит алдық, зарплата жабу үшін. Там сол кезде проекттер болмай қалды. Қиын кездер болды, өте қиын кездер. Жаңағы мейір айтып жатыр ғой. Сонда мысалы енді бір идея болды, мысалы сіздердің маған бір қызық подход та. Өткен көбісінде андай ғой, мысалы 3 бала отырады, идеясы, оларда андай разработчиктер, бірақ бір компанияда жұмыс істейді бөлек, олар бірдеңе істейді. Сіздерде команда бар, мен түсінген бойынша коттеджде мысалы сіздер енді 5 негізін құраушы болса, одан алдында 15 адам ба, 20 адам ба, сіздерде мысалы команда болса, олардың жалақысы бар, тұру бар, коттеджде арендасы бар, несі бар, и осы жерде окей. Мысалы сіздер бір идея бастадыңыздар, сіз қай моментте түсіндіңіздер, что мына OneFit, біздің полный осыған қоямыз бүкіл немізді жаңағы 20-ны 2020-ға дейін біз бүкіл аутсорстан тауып жатқан нәрсенің бәрін OneFitқа құйып отырдық, потому что OneFit вообще прибыльный болған жоқ. Біз 2 командаға бөліндік, біреулер OneFit жасаватты, біреулер Codebusters дальше аутсорс компанияны. И бүкіл Codebusters жасаватқан нәрсенің бәрін, тапқан нәрсенің бәрін OneFitқа салып отырдық. Жаңағы әр стартаптың бірінші кезеңі бар ғой, жаңағы FFF дейді ғой, солардан алатын ақша бізде ол Codebusters болды да, өйткені ол да біздің компания болғаннан кейін біз былай ойладық, қазір Codebusters'тан заказ аламыз, ол заказдан Codebusters'тың бүкіл несін жабамыз, OPEX-ін басқа затын, и артылған ақша жаңағы фаундерларға қалатын маржа дейміз ғой, соны біз өзіміздің инвестиция ретінде жалпы өздеріңіздің инвестиция ретінде қабылдауға болады. Иә, 200-250 мың доллардай салып сатық десе болады сол кезде. Бірақ сізде бэкап план бар болғаны күшті да. Мысалы команда бар, оның менің түсінуімше ол айтишниктер, сіздің студенттеріңіз, жұмыскерлеріңіз біраз, көбісі бір наложенный, бір орныққан бір процесстерде, мысалы команда келіп жатыр, жаңадан біреу керек болса тағы да сізде мониторинг бар, қарай саласыздар. Және бір Codebusters 3-4 проекттен кейін өзі ары қарай уже органически жаңа проекттер келе береді ғой аутсорсқа. Или оған да сіздер кәдімгідей ықпал, кәдімгідей қосылып, іздеп, өздеріңіз жаңағы продавать етіп проекттерін. Қиындық болды. Ол қиындық, ол біздің жаңа фаундерлардың моральдық ұстанымымызға байланысты болды да. Біз тендерларға қатысқымыз келген жоқ. IT Қазақстанның IT, енді қазір білмеймін, ол кезде 80-90% ол гос болды. Қазір сондай шығар. 10-15% ол жаңағы частный сектор десек болады да. И сен аутсорспен байың десең, сен госқа баруың керек. А госқа барсаң, ол тендер, откат, басқа. Мен ондай біреуді жамандағым жоқ, әркім өзі біледі, бірақ Астанада мен білетінім көптеген жаңағы квазигостың аутсорстары, мысалы 1-2 компания болады тендерға кіретін. Сосын шешімдерін қарайсың жаңағы істеген. Кешір, бірақ оны жай тұрмайтын. 100 есе арыз болды. Сондай өзіміздің принциптарымыз болды, моральдық. Біз жаңағы тендер ондай ішінеге қатыспайтынбыз. КЧП проект ашып, бірдеңе ондай. Біз жаңағы субподрядчик біз болатынбыз. Біз прямой тендерға қатыспаймыз, бірақ бізге заказ келсе, біреу тендер ұтып алып, енді ол іздей бастайды, кім жасаймын деп. Біз оған өзіміздің бағамызды айтамыз. Ар жағында не болып жатыр, біз оған араласпаймыз. Сіз моральды этика тұрғыдан мысалы ешкімге пара бермейсіз, ешкімге ұтып алып, сіз өзің жұмысын істедіңіз. Керемет. Қазірдің өзінде сондай, OneFit'та мысалға B2B үлкен клиенттер болса, HR-ға келіп айтады, не істейік, 1000-2000 абонемент сатып алайық. Оны бүйтіп қазір неде батыста өзгертілген бар ғой, комиссион, чарджинг деп оны басқаша қылып. Біз сразу оны пресекать етеміз, өзіміздің ұстанымдарымыз бар. Сол үшін бізде аутсорс ондай масштабирование бола алмады. Жарайды, мақтан тұрарлық нәрсе, ол кейбір кезде мысалы моральдық ұстанымдар
соңында аш қалуға, соңында жеңілуіңе әкеліп келеді кейбір стартаптарда. Мысалы енді моментте проект болмай қалса, ол моральдық ұстанымдар жоқ болды ондай кезде. қиындау да енді. Менің енді ол туралы мақұл, мен шын жүректен ойлаймын, бұл керемет дүние, ол керемет принциптер, ол өмір бақи өзімізден қалып, жалпы келешек барлық жаңадан стартаперлер, жаңа айтишник, жаңа компанияларға осындай ұстаным болса, жалпы нарық тазаланады, оны бәрі түсінеді. Жаңағы ана беріп жатқан адамның өзі, сол темада болып жатқан адамның өзі оны білет, бермесе негізі жақсы болады. Бірақ білмеймін, жаңағы мақұл, ол туралы сөйлеспей ақ қояйық. Енді OneFit 2020-да сіздер айттыңыздар, сол кезде сіздер түсіндіңіздер, сол OneFit вот біздің золотая жила, біздің алтын бір сол кезде қай моментте түсіндіңіздер, не үшін түсіндіңіздер, қалай түсіндіңіздер? Клиент көбейді ма, немесе? Негізі керісінше болды бәрі. Қалай болды? Бізде жаңағы Codebusters болды, OneFit болды. 2020 жыл, ол білеміз, ковид жылы. Бәрі жабылып қалды. Қалай болды? Мен соған сұрап жатқаным, сіздер қалай оны түсіндіңіздер? OneFit, то есть банкроттан бір қадам қалды. Бізде Codebusters болды да, и біз ойладық, OneFit-тің болашағы бар сияқты. Енді стартап ретінде. Бірақ оған фокус жетпейтін сияқты деп ойладық. И жаңа 2020 жылы біз фаундерлар болып жиналып, түбегейлі бір шешімге келдік дедік та, Codebusters-ты жабамыз деп шештік. То есть бүкіл фаундерлар сол кезде бүкіл фокусты OneFit-ке жұмсаса. Деген парадокс шешім ол. Сонда компания табыс таппай жатыр. Аутсорс Codebusters табыс таба аласыздар. Сол моментте. Ол да андай Codebusters андай перспектива болған жоқ та. OneFit ковидтан кейін кез бәрі ауырып не істегеннен кейін спорт қатты дамиды деген. Бірақ сіз шешімді прям ненің соңына қарай. Соңына ковид жоқ, енді ол ашыла бастады. Біз жақсарып кетпей тұрып шешім қабылдадық. То есть бір август, сентябрь где-то сол кездерде шешім қабылдадық. Меніңше ол батыл қадам, бір өте батыл қадамдардың бірі. Бізде андай болды, жаңағы бесеуіміз тұрып 5 жылға келістік па? Как минимум 5 жылға ешнәрсе істемейміз, тек осымен айналысамыз, андай all-in дейді ғой. Осы жерде менде 5 адам шешесіздер ғой енді. В любом случае большинство шеше ма или немесе бесеу деп? Жоқ, бесеу. Бесеуіңізде бізде андай принцип бар, бәрі бір келісімге келмесе біз столдан тұрмаймыз пока. Бір не шешімге келмесек бесеуіміз. То есть андай голосование деген жоқ, үшеу проголосовали, екеуі нет деген ондай жоқ. Ол енді достардың арасында емес, андай инвесторлардың арасында болатын нәрсе да. Большинство хорошо. Мен түсінгенім бойынша, мысалы сіздер бір потенциал көрдіңіздер. Және осыған бір үлкен батыл, мақұл, осымен барамыз. Болса болады, болмаса тәуекел деп бардыңыздар. Енді 2020-дің соңында, 21-де жаймендеп ситуация өзгерді. Мне кажется, халық наоборот көбірек бара бастады. Спорт центрге 20-шы жылдың ноябрь-декабрінде өте жақсы. Бізде сентябрьде емес, жазда кішкене ашыла бастады. Там суббота воскресенье жабық залдар. Но 5 күнге ашық. Біз сол кезде есімде 2 аптасына 2 күнге замораживать ететінбіз бәріне. Заморозка қоямыз 2 күн, потому что рұқсат жоқ. Қалған күндер 5 күндер ашық. Сондай нелер жасап, дополнительно разработка жасап. Ал уже сентябрьға тамам біткеннен кейін нелер сатылымдар өте жақсы болды. Ноябрь, декабрь, сол 20 жылдар. Вот сандар туралы сөйлессек, ең жемендеп жылдар бойынша 2020-да қанша сатып алушы клиент болды, и қазіргі таңда қандай немен өсіп келе жатыр? Қазақстанда алып тастасақ, басқа емес, Қазақстанда алсақ. Өйткені менің білуімше, мысалы Қазақстанда айта кетейін, бізде Hero Journey дейтін стартап бар, біздің портфельде. Ол енді басқаша сегментте, ол бір немес маркетплейс сияқты емес, ол тек бір неде. И оларда не бар андай анализ, жалпы Қазақстандағы спортқа ақша төлеуге дайын аудиторияның деп болса, Алматыда сонда үлкен деген сияқты. Сіздер мен 100% сенемін, сол сіздер істедіңіздер анализ, қасында қанша адам бар. И мысалы менің ойымша OneFit ол бюджетный аудиторияға жақсы келеді, эконом аудиторияға. И сіздер мысалы осы темп задавать келген кезде, мысалы мен білуімше рекламаларыңызды андай айтсам өте мида қалып қоятын деп айтайыншы, мида көп қалатын, есте көп қалып қоятын бір реклама. Сол рекламаны
позиционирование жалпы қалай болды? Мысалы аудитория, мысалы бізде де бізде эконом бар, неде аудитория. Енді білуімше қолжетімді бағада мысалы. Және ол осы бағаны қалай қойдыңыздар, анализ болды ма? Әрине болды, бірақ айтып кетсеңіздер. Анализ баға бойынша басында бізге сату мақсат болды, бізде өте арзан сататынбыз. Жаңағы адамдар білу керек OneFit деген не екен деген сияқты. Уже 21-22-ден бастап біз бүкіл данныйларды анализировать етіп, уже оптимальный бағаны тауып, чтобы ревеню құламаттай деген сияқты. Сондай дата командамен уже оптимальный бағаны подбирать еттік. Енді сандар бойынша қанша ол айтылуға жоқ, айтылуға болады, қандай именно сандар? Допустим, төленетін жылдық клиенттер, қанша мың клиент сатып алды? 2020-да мысалы 5.000 адам платящий клиент болса, төлейтін клиенттер болса, 2024-те енді қазір өте көп деп ойлаймын. 23-ның аяғын, мен последний цифраларды білем. Мен есімде осы енді 2020-21-лерде біз 2,5 мыңнан 5 мыңға шейін өте жай көтерілгенбіз. Мен күніге тақтаға жатырмыз, 2600 болды, 2700 болды. 23-дің аяғында где-то 60 мың активный пользователь болды. Это сатып алғандар емес, уже қазіргі кезде қолданушылар. Now, monthly active users болды дейсің да? Жоқ, күнде қазір абонемент бар 23-дің аяғында. Қазір 24-дің аяғы 100 мыңнан көп, 105 мың. Бірақ ол тек қана Қазақстан емес, бүкіл жаңағы 6 мемлекетті қосқанда. Ол туралы қазір айтамыз. Ол туралы бөлек айтып кетті. Басында көтеріліс, жаңағы көтерілу қиын болды. 2,5 мың, 5 мың болды, 22 мың, 20-ның аяғында, по-моему, есімде болса. 2021-де плюс 5 мың болғанша, нақты сандар қазір шынымен есте жоқ. Бұл жерде мынандай нәрсені айтуға болады. Біз жаңағы ешкім жүрмеген жолда жүрдік қой. То есть OneFitті сен залға келіп түсіндірсең, ол түсінбейді біріншіден. Сен өте көп ақша түсіндіруге жұмсайсың. Адамға келіп түсіндірсең, сенің залың қай жерде дейді. Сен оған айтасың, біздің зал барлық жерде. Мынаны жаңағы application'ды алып қолдансаң, сен қандай зал көріп тұрсың, бәріне бара бересің деп. Бізде жаңағы көп уақыт, Асқар айтпақшы, адамдарға соны түсіндіру, жеткізу, сол жолды біз өттік та. То есть жаңағы бренд маркетингті өте көп жасадық. Сол үшін бізде бір кездері өте күшті маркетинговый нелер болды, роликтер болды, рекламалар болды. Сонда сіздер customer acquisition cost жаңағы клиентті өте қымбат болу өткен енді басында. Өткен бір клиентті оны сендіру керек, оны үйрету керек, механикасын түсіндіру керек, сенде табыс табасың, жаңағы қазіргі ситуацияны. Енді қазір меніңше кейбір фитнес залдар бар, тек OneFitпен келетін. Ондай бар. Өткені қазір енді адамға логично OneFit болған кезде мен не үшін бір жерге бағы. Қазіргі таманда қазір адамдар үйден шықпай қалмайды, бәрі жүреді, жұмысын аяқта болсын, өзі аяқта тұрса, маған OneFit ыңғайлы болатын еді. Өзім күндегі жолым әртүрлі болса, маған зачем бір үйдің қасында. Енді хорошо, қасында мысалы сіздер айтып кеттіңіздер, бір нарықты өзің жолыңызды жасап кеттіңіздер, үйреттіңіздер, басында қиын болды. Енді қазір уже меніңше бәрі біледі. Сіздерге енді қазіргі момент фитнес залдың бәрін қамтымадыңыздар ғой, ол 100%. Олар сіздерге келе ма, қазіргі фитнес залдар, немесе олар қалыптасып жоқ, біз өзіміздің жолмен кетеміз деп? Келетіндер де бар. То есть бұл жерде қалай айтсақ болады, енді ашылған фитнес залға OneFit өте үлкен көмек көрсетеді. Өйткені ол енді ашылған фитнес зал рекламаға жаңағы адамдарды тартуға ақша жұмсамайды. Бізде 100 мың адам бар. Біз просто сол жаңағы потокты аламыз да жібере саламыз. И жаңағы енді ашылған фитнес залға жаңа зал болғаннан кейін көбісі барғысы келеді. Яғни олар біздің арқамызда өзінің бастапқы қадамдарын оңай аттай алады да. Уақыт өте келе олар өздері айтуы мүмкін. Мен өзім клиенттерім жеткілікті. Енді кішкене сендерден келетін адамдарды азайтсақ болады деген сияқты. Ол бізге тоже окей. Сонда мысалы қараңыз, бір жаңа фитнес зал, оған маркетингке ақша құртқысы келмейді, ол тұрады сіздермен бірге жұмыс істейді. Сіздер несін механикасын негізі іште примерно біліп тұрмын, бірақ айтып кетсеңіздер, төлену жағынан мысалы мен 20 мыңға 30 мыңға мысалы алдым жылдық или қанша 15 мың делік мақұл, мен честно білмеймін, 15 мыңға алдым мен мысалы бір айлықты, и оның ішіне 10 рет мен 10 рет бір залға бардым. Лимит жоқ.
Оны біз алған, біреуінде басқа зал бар ма? Қалай ақша сіздер төленесіздер ана залдарға? Қай залдарға барады? Сол каждый посещениесіне. Каждый барған сайын біз төлейміз залға. Сонда не логически қарасақ, сонда клиент азырақ келсе, чем прибыльнее болады? На самом деле жоқ. Нет? Бізге адам барып жатса, ол ретеншн болады. Қайтып келеді. Окей. Біз сол үшін оларға айтамыз, сендер барыңдар, там әр апта сайын там жіберіп отырамыз, пуш жіберіп отырамыз WhatsApp-тарға, там расписание құрыңдар. Если ол постоянно барса, ол ретенс етеді. Қайтып келеді бізге. Өйткені 100% кепіл боласыздар, келесі жылы ол тағы Қайтып келеді. Егер адам бармайтын болса, ол бізге наоборот жаман. Ол келесі бір рет төлемейді. келеді да, екінші рет төлемейді ол. Иә. Қазіргі бізде біраз процент уже қайтып келетін адамдар. Орташа қанша неге барады? Қанша рет спортзалға барады? Орташа цифра мақұл. Жоқ, по-разному. Бір адамдар бар, 50 рет барады. Мен сияқтылар да, мен Новый годтың алдында келесі 3 рет қой основном. Келесі жыл өзгерем, мен болды деп ана аласың жылдық абонемент. Одан кейін қалады. 4-5 ай аптасына 3 рет барады. Ну, среднем сондай. Қазір бүкіл пользовательдерді алып средний алсақ, продолжительность бір жылда где-то 4-5 ай и несі периодичності аптасына 3 рет. Бізде жаңағы OneFit-ің тарихында бір game changing бір нелер болды да, уақыттар болды. Сол game changing уақыттардың бірі бізге Қайрат деген мықты жаңағы дата директордың келгені. Ол жігіт жаңағы Сергектің технический жағын жасаған жігіттердің біреуі. Қайрат Ахметов? Айтбаев. Ахметов ол жаңағы CEO-сы. И сол келіп бізде дата команда мықты болды да, и біз сол кезде өзімізге жаңағы OneFit компаниясында принцип алдық. Енді кез келген шешімді дата driven қабылдайық. Осы кезден бастап андай емес, менде мынандай ой бар, жасап көрейік емес. Ол ойды бір фактылармен, даталармен егер толықтырса, сол кезде ғана біз оны жасаймыз деген. И сол қазір енді бізде дата команда мықты, кез келген нәрсені анализировать етіп жасай аламыз. И енді соңғы цифраларға келсек, мысалы бір жылдық алған абонемент орта есеппен бүкіл пользовательдарға шақсақ 46-50 рет па жылына барады екен. Ну, былайша айтқан кезде. То есть, бірақ ол бір жылдық, бір айлық ол жиірек баруы мүмкін. 3 айлық одан да жиірек баруы мүмкін. Бірақ енді бізде көбінесе енді бір жылдық абонементтер болғаннан кейін ол примерно 46-50 рет барады бір жылдың ішінде. Бірақ жаңағы Асқар айтпақшы, адамдар бар, айына 60 рет барып ойлайсың. Күніге 3 рет қалай барасың? Жоқ, бәрін анализировать етеміз. Ондай бар адамдар, күніге 2 занятияға баратындар. Бірақ сіздердің таргеттеріңіз ол жастар бір жерге байланбаған. Енді өзіме көп қатты сұрағым келген, кештен бері ойланып кеткен сұрақ, ол сіздердің рекламаларыңыздың, маркетингтің кім жауап береді және қалай ойға келеді неше түрлі вирусный рекламалар. Хочешь плавать деп, сол мен обожаю плавать. Өйткені мен ойымша ол үлкен рөл ойнайды. Жалпы Қазақстанда OneFit-тің өзінің менің андай қолданушысы емес ретінде айтып тұрмын. Нейтралды түрде. Қолданушысы емес ретінде айтып тұрмын. OneFit туралы информацияны мен обожаю плавать. Көріп. OneFit мен уже миымда үлкен компания, Қазақстанда бәр жерде барлық компания қалыптасып та, көп реклама. Соның стратегиясы неде, ол мақсат неде, қалай болды? Енді бұл тағы бір game changing бір момент болды. Енді шынын айту керек, Чоколайф ол Қазақстандағы мына стартаптардың тоже бір алға басарларының біреуі. Өйткені оларда енді дүниежүзілік мықты стартаптар шықпаса да, бірақ олар андай мықты мамандарды дайындап шықты да. Өйткені ол жерде жұмыс істеген жігіттер, қыздар бәрі ертеңгі күні мықты маман болды. И бізге сол бір 2021-дің жазында біз маркетинг команданы күшейте бастадық. Көп жігіттер мен қыздар Чоколайф соның басқа әртүрлі продуктларынан келе бастады. Авиата, Чоко Travel, тағы басқасынан.
и сол кездегі ең басты мақсаттардың бірі брендті күшейту болды да. И бізде жаңағы креативный жігіттер өте көп болды. То есть жаңағы біреу өлең жазатын, біреу там стендаптарда жүргізетін, енді мықты жігіттер. Олар отырады, енді комнатада не істейтіндерін білмеймін, бірақ брейншторм етеді, определенный адамдар бар, жаңағы сол таймингқа жауап береді, креативқа жауап береді. Брейншторм етіп отырып, бәрі бір-бірін толықтыра келіп, әртүрлі идеялар шығара бастайды. Және де бұл жерде екінші нәрсе, ол біз как фаундерлар ретінде біз өзіміздің жұмыскерлерімізге кішкене свобода беруге тырысамыз да. Бізде оларға айттық, өздерің біліңдер, не ойлап шығарсаңдар да. Ең бастысы біз дінді араластырмаймыз біздің рекламаға, және политиканы араластырмаймыз. Қалған нәрсенің бәрі рұқсат. И олар отырады да әртүрлі заттарды ойлап шығарады. Олар енді мықты екен. Мен келсем геймченджер деп айта аламын. Мен сырттай айтамын геймченджер үлкен. Жай хорошо. Сол рекламалар арқасында сіз айтын өтпелі кезеңдер болып тұр ғой, мысалы 2020-ға дейін сіздер өздеріңіз бастадыңыздар. MVP жаңағы да тексеру, потом 2020-дан бірмен түсініңіздер сол полный упор. Онан кейін data driven басталды. 2020 не дедіңіз? Ол 2022-лерде басталды. Иә, бірінші маркетинг басталды. Маркетинг бірінші. Осы геймченджерлер мысалы әрбір компанияның тарихында болатын андай интуитивный подход, итерация арқылы да бір нәрсе өтті болса жасаймыз, одан кейін бірден келе салып мындай роудмап деген болған жоқ, ешкімде болуы мүмкін емес те мысалы. И бұл жерде енді қандай нәрсеге подход бар? Подход принятие решения, бір келісімге келу. Ол сіздерде значит жақсы болып тұр, өйткені әр этапта басқа жолға бұрылмай, тура ол үшін бір енді жалпы стартаптарға айтқан ғой, жастарға қазір роудмап жасау мүмкін емес, бірақ главный принцип және принятие решения жақсы болса, сіздерден принятие решение бесеуіңіз жиналасыздар және брейншторм етіп бір шешімге келесіздер. Сол шешімдердің кезінде үлкен бір мысалы 5 адам мен ойымша көп. Қалай сіздер бір шешім қабылдайсыздар бесеуіңіздер? Өйткені 5 түрлі ой, 5 түрлі сол бұндай болды ма кезеңдер, когда екеуі келіспейді, ұзақ оттық? Спорлар болды. Спорлар болды. Бірақ каждый өзінің сферасында жауап береді в целом. Бірақ мысалы андай геймченджер решение, біз инвестиция жасамаймыз, өзіміз не аламыз деген бір шешім, например. Он сферасы жоқ, әркім біреу IT болса, біреу маркетинг болса. Бұл жерде бір принциптер болды. Жаңағы бірінші принцип, жаңа алдында Асқар айтып кеткендей, біз бесеуіміз отырамыз да бір сұрақты талқыласақ, бесеуіміз де келіспегенше біз ол сұрақты қалдырмаймыз. Келісу деген нәрсе ол бізде, біз андай мысалы мен ол сұрақтың шешіміне қарсымын деген менде ішімде көңіл қалмау керек. То есть әрқайсысы сондай зря істедік деген ой қалмау керек. Иә, шештік па, шештік болды, ары қарай талқыланбайды. Ол қате шешім болуы мүмкін, дұрыс шешім болуы мүмкін, бірақ сол жерде шешілу керек. Екінші принцип бізде андай болды. Біз енді көп уақыт, енді Асқар екеуміз 2005-тен бері бірімізді танитын болғаннан кейін дос болып кеткенбіз. Семьямызбен араласамыз. Біз бір уақытта ренжи бастадық да. Типа Асқар маған қатты сөйлеп қояды, мен Асқарға қатты сөйлеп қоямын. Одан кейін ойладық, давайте былай істейік. Бізде әртүрлі измерениялар бар. Мысалы біз жұмыста коллегамыз. Мысалы Мұрат менің бастығым, SEO. Значит, ол измеренияда Мұрат маған мынаны жаса дей ма, мен жасауым керек. Екінші измерение біз акционерміз, инвесторымыз, акционерміз, ол басқа измерение. Яғни біз мына шетелге шығамыз, шықпаймыз, оны акционерлер ретінде талқылаймыз. Үшінші измерение ол біз доспыз. Ол жұмыстан шықтық па, ол мен Асқарға прикол ұстаймын ба, үйіне барам ба, ол уже басқа измерение. Ол кезде уже ренжісе, ол басқа измерениедағы реніш. Сол үшін осындай бір принциптармен біз жаңағы оңай өте бастадық жаңағы бір кезеңдерді. А ол принциптарға келмей тұрып, қиын болды. Өйткені әркім әртүрлі ғой. Мысалы біз Мұрат екеуміз екі түрлі адамбыз мүлде. И көп жағдайда келіспей қалатын кездер көп болатын. Бірақ сол жаңағы уақыт өте келе мен оған адаптироваться етем, ол маған адаптироваться етеді. Жаңағы принциптарды қолданып
өте бастады. Біраз адаптация уақыты біраз болды. 2017-тен жұмыс жасадық па, бір 2020-ның аяғына шейін. Сол принциптарға өзіміз келдік. Былай, давайте үш измерение болады жаңағы. И сол измерениеде ғана не істейміз, сөйлесеміз. Одан бөлек бір-біріне кетіру, жаңағы жұмыста сен менде акционермін деп. Ондай жоқ. Қазірдің өзінде, допустим, егер, допустим, маркетингтің бастығы бар, бізде, оның жұмысына араласпаймыз. Ол бастық, ол бізден жақсы біледі деген сияқты. Мен акционермін, былай жасайық деген ондай вообще жоқ. Жұмысына кірісіп, ондай. Бізде жаңа қазіргі корпоративный культура дейміз ғой, сол жердегі принциптардың бірі доверие, да. Ол жаңағы біз жаңа фаундерлардың кезінен қалыптаспаған зат та. Мысалы біз бір уақытта былай шештік. Асқар CTO, технический затқа Асқар жауап береді. Егер ол қазір Java емес Python'да жазам десе, болды, оған ешкім қарсы келмеу керек. Python ба? Python. Қате шешім болса да. Мысалы, там Мұрат фандрейзингқа жауап бере ме, осылай жасайық десе, болды. Сен контекстасын, сен білесің. Мысалы, мен операционкаға жауап берем ба, мен бухгалтер алу керек деймін ба, болды, алу керек. И біз жаңағы араласпағанымыздың бір жаңағы плюсы дейміз ғой, солды сол болды да, өйткені әркім өз бағытын дамыта бастады. И ешкімге кедергі келтірмейді. И сол арқылы, мысалы, Мұрат жаңағы маркетинг команданы дамыту керек деген бір шешімге келді ме, оны бірге талқыладық, келістік. И ары қарай уже Мұрат өзі айтады, мен мына адамды аламын, мына адамды аламын, болды. CEO ретінде. Талдап кетсекші, осы 5 негізін құраушы болса, мысалы, сіздер, және Мұрат, CEO, сіз CTO, сіз жаңа New Markets директор. Одан бөлек 2 CPO бар, продукт Абзал, Мотория Мұрат. Жаңа 2016-та сіздің студент болған, КБТУ-да бітірген бала. И Мерей кімнің замы, Мейірдің замы. Енді ол қазір ғой, әр кезде әртүрлі болған. Мысалы, Мерей бір кездері Customer Success, жаңа қолданушыларға қызмет көрсетуге жауап берді. Одан кейін B2B бағытына жауап берді. Бір кездері операционкаға жауап берді. Бірақ бізде енді былай ғой, принцип любой бизнестағы сияқты. Мен опытым, мысалы, мен өзім 2019-ға дейін разработчикпін. Одан кейін ғана мен менеджментқа кеткенмін. И енді мен өмірімде бұл затты жасамағаннан кейін, егер менің орныма мықты операционщик келіп жатса, мен оған бере саламын. Әрине, сіздің өзіңіздің дүниеңіз. Бұл жерде менің байқап тұрғаным, сіздерде IQ емес EQ жақсы дамыған екен да. Мысалы, өйткені жас компанияларда көбінесе үш фаундер болғанның өзінде көптеген не болуы мүмкін. Өйткені есе қарасақ, житейский нәрсе көп қой, сұрақтар. Командировка, сен неге ана жаққа барасың, сен неге бүйтесің, сен неге зарплатаң андай, көп сұрақтар. Ол жас стартаперлердің көп қазіргі проблемалар, мен даже айтпай ақ қояйын аттарын, бірақ енді білем. Бірінші үлкен ақша келген кезде сұрақтар басталады. Мысалы, мен ашып, менде ағам үйленіп жатыр, маған ақша келді. Мысалы осындай да. Ол бір қалыптасқан принциптер айту, олар үшін оңай да айту. Мысалы, бүйтеміз, сөйтеміз, бірақ кәдімгі ситуация келген кезде, басқаша бүйтіп тұрған кезде олар басқаша кикілжің, жаңағы келіспеушілік. Сіздерде байқап тұрғанымыз көбінесе emotional quality сіздер жақсы екен, ендей байымға бас алып, жаймендеп келіп принциптер арқылы, одан сұрақ та пайда болмайды. Өйткені жалпы компания тура жолда келе жатса, дамып келе жатса, мен well off, мен дамып жатырмын, мен хочешь мен жұмыс істемей ақ қояйын, хочешь менің компаниям өсіп жатыр, бұл жерде керемет бір подход өте жақсы екен. Енді Қазақстаннан бөлек жаңа айтып кеттіңіздер, мен осы туралы жаймен талқылап, сізден көбірек сұраймын мен енді қазір басқа нарықтар туралы. Лондондық ситуацияны айтып кетсеңіз, мен білем сырттай, бірақ сіз Лондондағы анализ дұрыс болмады ма, бастапқы неге сәтсіздік болды? Бірнеше себеп болды. Енді қалай? Ол кез біз кез келген стартап бастаған кезде, продукт маркет фитті өткен кезде, бір уақытта өзіне бір амбициозный мақсаттар қоя бастайды.
бізде де әлі бар ол мақсат, юникорн болу. Юникорн боламыз дегендер қазір Қазақстанда өте көп. Оған біз тек қуаныштымыз. Енді біз сұраймыз ғой әртүрлі адамдардан, юникорн болу үшін не істеу керек? Олар бәрі айтады, компанияның капитализациясы ғой енді ол. Ол өсу үшін сендер мынандай жерде осынша таба бастауларың керек. Қазақстанда тауып жатқан табысымыз шетелдік инвесторларға ол түк емес. Өйткені бізде жаңа коэффициент төмен береді бізге. И көп адамдардың, инвесторлардың кеңесі сендер бір дамыған жерге шығуларың керек деген. Сол мақсатпен біз Мұрат мен Абзал үшеуміз жаңағы Европаға барып қайтайық деп шештік та. Польшада болдық, Германияда болдық, Англияда болдық, Португалияда болдық. Біраз адамдармен кездестік, сөйлестік. Сөйтіп келе, енді Америка ол next step. Сол үшін Англиядан бастайық деген шешімге келдік. Өйткені Англиядағы біздің жаңағы MRR или ARR ол капитализацияға өте үлкен не береді да. Клиент тұрғыдан ұқсас па олардың? Портрет клиенті ол жақта? Осы жерде кішкене бізде қателік кетті. Өйткені біз ол кезде шетелді енді зерттей бастаған кездер и көп параметрлерге әлі көңіл бөлмейтінбіз. Біз ойладық, ол жерде ұқсас шығар деп. Бірақ бастай келе тірлікті біз түсіндік, что олардың жаңағы қолдану фитнесті өзгеше, ерекше. Жаңағы бұл жерде Асқар қоса кетеді, стартаптың ішінде екінші стартап жасай бастадық. Бөлек. Сол разработка жағынан да бөлек болады да. Система оплаты бөлек. Там оларда подписочная система. Бізде бір жылға, бізде 90%-тен көп бір жылға алады сразу. Ол жақта бір жылға алмайды. То есть ол жақта бір айлап алады деген сияқты. Потом ол жақта OneFit емес, Healthy деп шықтық. Бөлек атпен. И бөлек команда жинай бастадық уже. И стартаптың ішінде, жаңа мен айтқандай, басқа бөлек стартап как будто зарождается. Сол бизнес-модель кішкене басқа болды. Уже фокус терять ете бастадық. И 3 айдан кейін мейірлер қайтып келеді. Лондоннан Қазақстанға Мұрат бер. Сол кезде стратсессия жасап. Стратсессияда біздің мақсатымызды бәрін жазып бітіргеннен кейін көреміз, что Лондон мына жерге келмейді. Пока бұл жерді тоқтата тұру керек деген шешімге келдік. Бірақ үлкен қаражат құртпадыңыздар? Енді құрттық біраз, бірақ ондай көп құртпадық. Егер біз жалғастыратын болғанда, одан да көбірек құртып қоятын еді. Үлкен компания жасап, лаунч там? Жоқ. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, жаңа стратсессияда жаңағы эволюционно біз неге келдік? Біздің компанияның миссиясы болу керек, үлкен жаңағы бихакс дейміз ғой, бір мақсаттары болу керек, тағы басқасы болу керек деген эволюционно біз сондай бір дәрежеге жеттік, осындай заттар керек екен деп. И кез келген компанияның стратегиясы сияқты біздің де бір стратегиямыз болу керек деп. И жаңа сол кезде үлкен стратсессия өтті да, біз жаңағы заттың бәрін қағазға түсіріп, енді осымен келесі жылдары осы қағазға түсірген затпен ғана жүрейік деген бір шешімге келдік. Сол кезде жаңағы Лондон стратегия бойынша келмей қалды. Тек Лондон емес, ол кезде тағы бір game changing бір point болды. Көп заттан біз бас тарттық, көп затты өзгерттік, бірақ одан кейін андай еркін демалып қалдық та, өйткені оңай түсінуге оңай болып қалды да, кішкене хаос азайды былайша айтқан кезде. Жалпы миссиясы қандай OneFit-тің? Сіздер енді жаздыңыздар ма уже? Миссия, стратегия. Миссиясы ағылшынша, орысша айта беріңіз. Былайша айтқан кезде салауатты өмір салтын әр адамға қолжетімді жасау. Енді біз оны салауатты өмір салты дейміз, фитнесті дейміз да, өйткені бәріне түсінікті болу үшін. Сіздерде бірақ мысалы фитнестен бөлек бар ма спорт үстіне, дартс, теннис? Бар онда. Ол жаққа барасыздар ма? Мен білуімше мысалы OneFit-те мысалы бассейн бар енді, обожаю плавать. Нелер плюстар ше, өйткені кейбір кезде сен бір фитнес-залға барғың келмейді, өйткені ол жерде бассейн жоқ. Сен ойлайсың, мен жылға абонемент аламын, бір жыл бойы абонементте бассейн жоқ. OneFit-тің артықшылығы сен залға да бар, одан кейін обожаю плаватьқа да бар да.
И бұл жерде енді қазір мен Европа неге айттым, өйткені біз Испанияда өзіміз венчурный фонд ашып жатырмық. Сол себепті біз көбінесе Испанияда боламыз, Мадридте боламыз. Оларда андай комьюнити құратын нәрсе ол падель теннис, сондай большой теннис. И ол көптеген нелер бар, андай стартаптар бар. соның айналасында. Егер де OneFit сияқты мысалы бір 60 000 Қазақстанда адам бір приложениеде бар. И осыған андай ойын ретінде спортты қосу ойда бар ма? Мысалы футбол ойнайды, жиналып келіп. Жоқ, бар ғой бізде қазір. Волейбол бар, бірақ андай қатты по функционалу біз онша не істеген жоқпыз. Но адамдар жазылып келе алады. Плюс еще біз ондай бар. Қазір жаңағы теннис деп жатсыз ғой, падл теннис. Ол неде Малайзияда қатты дамыған. Сол жақта бізде отдельно командада именно соған байланысты қазір функционал жасалып жатыр. Өйткені ол жақта андай бір не сияқты необходимость. Ол жақта необходимость. Біз жақта ондай необходимость жоқ. Жаңағы Малайзияда сондай необходимость болды. И соған байланысты қазір продуктовый тасттар жасалып жатыр. Қазір сонда OneFit қанша мемлекетте бар? 6 мемлекетте бар. Қазақстан, Өзбекстан, Азербайжан, Малайзия, Дубайда бармыз и Мексикада бармыз. Андай разносторонний күшті. Мексика, Малайзия. Малайзия. Бізде топ-менеджмент 3-ке бөлінген. Әрқайсысы бір направление алған. Біреу Юго-Восточная Азия. В основном 4-ке. 4-шісі ол біз жаңағы Средняя Азия плюс Азербайжан. Бөлек команда. Соны басқарып отыратын команда бар. Юго-Восточная Азияға жауап беретін команда бар. Мена регионға жауап беретін команда бар. И Латамға жауап беретін команда бар. Вау, Мексика дейтін совсем. Мексикада нелер қандай болды? Қандай болып жатыр? Қалай болып жатыр? Мексикада жалпы. Мексика жақсы басталды. Біз августта бастадық. Бірінші айдан бастап $100,000 табыс. То есть ең OneFit тарихындағы ең сәтті жаңағы запуск дейміз ғой. Қай қалада? Мехикода ма? Жоқ, Гвадалахара. Мехико өте үлкен болғандықтан біз Гвадалахарадан бастадық. Бірақ қазір Мехикоға жайлап шығып жатырық. Шетінен бастап. Сіздер жаңа нарыққа барған кезде, мысалы қасында сіздер басында өздеріңіз өттіңіздер, своими ногами өзіңіз барып келісіп фитнесқа түсіндіріңіздер. Ал одан кейін уже органически кетті да көбінесе. Ал Мексикада, Малайзияда қалай болып жатыр? Осы шешімді, осы решениені жаңағы өзіңіз ногами барып түсіндіресіздер ма или немесе? Жоқ, ол жерде кішкене оңайырақ. Өйткені бізге ұқсайтын нелер бар уже. Шешімдер бар, жаңағы стартаптар бар. Залдар білет. Біз залға барғанда жаңағы BizDev команданың бірінші жұмысқа аламыз, сол жердегі адамдар. И солармен бірге барып залдар қосамыз. Залдар уже в принципе білет қалай жұмыс жасайды, біз түсіндіріп береміз, и соларды жайлап қоса бастаймыз. Сіздер разработчиктер бәрі Қазақстанда, ал мысалы жаңа мемлекетке ашқан кезде сіздер жалпы BizDev, маркетинг, сейлс, местный support команда и маркетинг команда. Бірақ қазір әр регионға бір разработчиктан біз қосып олар местный хакерлар ғой, былайша айтқан кезде. То есть әр рыноктың менталитетіне бір ерекшеліктері бар. Ол жерде жаңа топ-менеджменттің командасы келеді, айтады, маркетинг Қазақстандағыдай жүрмейді екен, былай жүргізу керек екен. Сол кезде енді Қазақстандағы командаға запрос жіберіп, оны күтіп отырмас үшін сол жердегі разработчик жаңа гипотезаны тексеру үшін тез разработка жасайды да и тексереді. Жүре ме, жүрмей ме, келесі гипотеза сөйтіп ең андай тиімді жолдарды іздейміз өсудің. Окей. Енді бұл жерде подходтан келе жатып бір сұрақ келеді. Мысалы сіздер жаңа мемлекетке барған кезде ол жаңа қаражат, ол инвестиция, өздеріңіз сол асқан инвестиция құйып жатыр. Енді сіздерде мен білуімше TMT Investments кірді, сосын эстонский фонд, ұмытып қалдым, капитал. Жарайды. Сіздерде подход қалай болды? Ең баста өздеріңіз инвестиция болды, 3F. Одан кейін 2000 можно без цифр қалай болды? Жоқ, цифрамен можно. Стратегический. TMT-дан алдық. $500,000, по-моему. Ол Қазақстанда кезіңізде ма? Қазақстан, Өзбекстан, Ресейге шықтық. 2021-де Ресейге шықтық. 2021-дің күзінде
сол кезде где-то бір жыл бойы біз TMT СНГ не істемейтін еді ғой, ақша бермейтін, бірақ оларды ай сайын апдейт етіп отыратынбыз, сөйлесіп олармен совет сұрап деген сияқты. Соны бір жылдан кейін олар жаңағы ростты көріп бізге вкладываться етті. Ол кезде біз Қазақстанда, Ресейдеміз, енді неге шығайын деп отырмыз, Өзбекстан мен Қырғызстанға. Енді ойда болды. Былай болды енді. Ресейге шығу арқылы біз TMT-мен таныстық десе болады. Өйткені біз Ресейді зерттеуге бардық. Сөйтіп жаңа таныстар арқылы олармен таныстық. Оларды Қазақстандағы көрсеткіштерің керемет. Ары қарай араласа берейік. Жаңағы Ресейде жайлы бизнес бастады. Сөйтіп біз оларды жаңағы ай сайын айтып көрсетіп тұрдық, кездесіп тұрдық. Осылай болып жатыр, осындай пландар бар. И олар бір уақытта жаңағы басты өздерін жаңағы офистарымен сөйлесіп, мына жігіттер жақсы жігіттер екен, олайды ақша берейік деді, жаңағы айтты, қанша керек сендерге. И сол жерде тоже бір момент болды. Олар бізге оценка 10 миллион берді. 2022-де, сондай. 21-дің соңында. 21-дің соңында. Иә. Ол кезде мысалы біздің қазақ нарығындағы инвесторлар бізге төменірек дисконтпен оценка берді. Иә, басында 5 берді, потом оны 3-4-ке шейін түсіріп тастады, короче, сондай нелер болды, моменттер болды. Сторджинмен сол кезде параллельно еще сөйлесе бастадық. Олар да бізге андай KPI-лар қойып тастады. Егер сендер жетсеңдер ғана біз сендерге көбірек оценкамен береміз, жетпесеңдер. И сол кезде біз кішкене фаундерлар ретінде тағы бір сатыға өстік десе болады, жоғарыладық, тәжірибе жағынан. Инвесторлармен қалай сөйлесу керек, қай нәрсе бізге тиімді, қай нәрсе тиімсіз. Кейде келісе беру керек емес. Иә. Ол іштей valuation жасау, жасау. Окей, сонда TMT бірінші инвестиция по оценке 10, одан кейін тағы да follow on болды жақында, 2023-те ма? 2000 аяғында ма? Иә, Лондонға шығу кезінде екінші раунд болды десе болады. 500 мың, ол кезде 1 миллион по оценке 40. Иә. Ол кезде 3 түрлі инвестор болды, біреу TMT, бір екіншісі эстонский, үшіншісі бізде не жиналды? Синдикат Қазақстанның Nomads, Digital Nomads деп. Иә, олардың бәрі емес шығар енді. Қазір бөлек Digital Nomads деген кажется бар организациялар. В основном достарымыз. Мен студенттер бар, достар бар, бұрын бітіріп кеткен. Жаңағы фанкта жұмыс жасайтын. Солардың бәрін бір неге жинап, бір чатқа жинап, список составлять етіп кімге. Солардан тоже бір где-то қанша жиналды? 400 мың. Енді ол андай болды да, бізге жаңағы дос балалар көреді ғой біздің жаңағы қалай дамып жатқанымызды. Олар сұрайды, мен инвестиция жасай аламын сендерге деп. И жаңағы осы сұраныстардың бәрі соған алып келді да. Давайте осылай жасап көрейік дегенге. И плюс олар инвестор, жаңағы очень маленький немен инвестор болса да, советтер сұрай қаламыз. То есть эксперттерге доступ бар енді. Олармен жаңағы бір какой-то вопростар болса, солармен шеше алады. Негізі тапқыр шешім, да, өйткені мысалы қазір синдикаттар от просто ангелов инвесторов жасайды мысалы. Олар да мықты, бірақ когда айтишник, там неше түрлі қолы ұзаққа жететін IT командалармен олар жалпы сіздерге бір IT шешімді жаңа нарықта не болып жатқанын сіздерге жеңілірек болады, мен сөйлесесіз директор. Если вы хотите, чтобы ваш стартап дальше дамып өссін, айтыңдар деген сияқты. Иә, енді мысалы сол ақша жинадыңыздар, Лондонға бардыңыздар, одан кейін мысалы қазір Малайзия, Мексиканы ішкі финансыға ма, немесе инвестиция жоқ, полностью внутренний финансымен. Көбіне ішкі. Сіздер есімде қазір қарасаң, сіздерге үлкен бір ақш сияқты нарық болмаса, жалпы нарықтарға өздеріңіздің күшпен шыға алу мүмкіндік бар. Солай айтса болады. Малайзия, Индонезия. Болады, бірақ сразу көп неге шыға алмаймыз біз. Маркетингке ақша. Колумбия, Бразилия сразу қоса алмаймыз, Таиланд, бәрін деген сияқты, Турция. Егер инвестиция болса, онда уже ол стратегияға байланысты ғой. Стратегия бойынша тез бару мақсат па, немесе просто кейбір мысалы стратегия болады, нам быстрее дойти до юникорна и раунд сөйтіп тез барамыз деген сияқты. Сіздерде мен бойымша подход уже прям раунд инвестиция қатты бармайтын сияқты. Көбінесе немен подход жаңағы MRR, ARR-мен. То есть біз степ бай степ, иә? Иә,
шетелдік нарықтарға шығудың жаңағы бірнеше себептерінің бірінші себеп жаңағы орталық Азияға шетелдік инвесторлар мән бермейді. Иә. Сол үшін бізге басқа нарықтарға шығу керек. Екінші, ол сен табысыңды кішкене диверсификация жасайсың. Енді мысалы біздің регионда политический жағдайларға байланысты қиын жағдай болса, сенде Малайзия нарығы бар, ол жақ тыныш, Мексика нарығы бар, ол жақ тыныш, тағы басқа нарық бар, ол жақ тыныш деген сияқты. Үшінші нәрсе, ол жаңағы басқа нарықтардағы біздің жаңағы табысымызды көбейту арқылы общий холдингтің капитализациясын өсіреміз. Сол үшін біз жаңағы үлкен мақсаттар қойдық дедік қой жаңағы стратсессияда. Сол мақсаттардың біреуі 20 мемлекетте запуск жасау. Келесі 5 жылда. 5 жылда. И 1 миллион активный пользователь Қазақстан, Центральный Азиядан басқа жерде 1 миллион активный пользователь. Сіздерге сәттілік, сіздерге жалпы менің түсінгенім бойынша жалпы тыңдармандарға айтарым, бір жасалған рецепт, формула жоқ табысқа жетудің. Ол әрдайым салқын қанды бір оймен бір шешім қабылданады, және еңбектену. Бұл жерде еңбексіз жалпы мектептен бастап еңбектену, жаңа IT болсын, өз мамандығың пән болсын, жалпы менің көріп тұрғаным тек еңбек және сабырлы, импульсивсіз шешімдер. Жалпы менің қазіргі осы келер жылға айтар бір нем, келер жылдан бастап бәріміз көбірек еңбектенейік. Мен Қазақстанда жалпы Қазақстан патриотымын, бірақ біз шыны керек қалып келе жатырмыз. Бізді мысалы инвесторлар бізге келмеудің өзі жалпы бізге деген имидждің, брендтің жоқтығы. Мысалы Қазақстандар бір жапондар сияқты бір бренд. Онда емес, жалпы өзіміз еңбектенейік. Енді сіздерден бір жас буынға, жас стартаперлерге, жас студенттерге айтар сөздеріңіз болса? Мен жастарға айтатын еңбектің арқасы бәрі. Сосын айтатын сразу университет бітіріп стартап бастап кеткен дұрыс емес. Бізде де мықты бір стартаптар болса, лучше соларға барып, ішіндегі процесстерін көріп, қалай жасалып жатыр, сондай бір опыт алып, сосын бір нәрсе жасасаңдар болады. И стартап жасағыңыздар келсе, андай оңай жол емес. Өте қиын жол. Бір 10 жылдай сол жолда жүруге дайын болу керек. Соны айтарым. Мен не қосайын, көз қорқақ қол батыр демекші, ол жасау керек. То есть just do it дейді ғой. Просто бір идея келді ма, оны жасау керек. Ар жағы уже уақыт өте келе көрсетеді өзі. Екінші нәрсе, ол қоршаған адамдарың. То есть бізде жаңағы стартап жасағанымыздың дағы бір ойымыз, ол осы адамдармен жасағымыз келді. Яғни жаңағы фаундерлар ретінде жиналсаңдар, жаңағы кіммен жасағыларың келеді, кіммен ары қарай жұмыс істегілерің келеді, ол өте маңызды. Үшінші нәрсе, ол сен IT мамансың ба, онда IT саласында бір нәрсе жаса. Медицинаға или басқа жаққа кетіп қалма, өйткені ол маңызды. Және бұл жерде қосатын нәрсем, сен тек қана программист болып қалма, сен маркетингті да үйрен, сатуды да үйрен, жаңағы soft skills дейміз ғой, оның бәрін дамыту керек. Өйткені оның бәрі, егер стартап боламын десең, оның бәрі керек болады. Жалпы нарықта, еңбек нарығында, жалпы стартап нарығында бәріне керек болады деп келсем. Бүгінгі сұхбатымыз, подкастымыз өте керемет болды деп ойлаймын. Өйткені өте шынайы, без пафоса. Сіздерге рахмет, Асқар. Сіздерге рахмет. Жалпы достар, қайта кетейін, біздің подкасттың мақсаты жас буын осыны көріп, Шығыс Қазақстан облысынан Шымкент және Талдықорғанның тумалары ояқта өсіп бір алып аспаннан түскен емес, жалпы қадаммен еңбектеніп, жалпы Қазақстанда бір мотивация беру ретінде жасап жатырық. Келер жылға сондай бір жастарымыз көп болсын. Және жазып кетіңіздер, келесі қонақтарымыз кімді көргіңіз келеді, соны шақыруға тырысамыз. Сіздермен болған Инвестдала, бәріңізге рахмет.